Кайырлы күн достар, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө керемет дәмді тагамды бирге жасайтын боламыз. Бүгүнкү тагамыбыз картопка менен аскабак болот. Видеону өткүзбөй соңуна чейин карап, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бизге керектүү зат: ет, пияз, аскабак, капуста, картоп керек болот. Казанымызды кыздырып, алдын ала суюк майымызды куюп алдым. Мендеги ет жылкынын туздалган ети. Етімізді қызартып қуырып алатын боламыз. Осылайша етімізді қызартып қуырып алдық. Енді біз пиязымызды салатын боламыз. Картоп саламыз енді. Картопымызды 1-2 айландырып қуырып алдым. Қазанымыздың қақпағын жабамыз. Осылай ашып, тағы да 1-2 айландырып қуырып алатын боламыз. Картошкамызды осылай қуырып алған себебім, аскабак езіліп шықпау үшін картошкамызды осылай қуырдым. Енді біз капустамызды саламыз. Капустамызды да жаңағы картошкамыз сияқты 1-2 айландырамыз. Тұз салдым. Қазанымыздың қақпағын жауып, капустамызды да қуырып аламыз. Капустамыз осылай болып шықты. Енді біз аскабагымызды ең соңында салатын боламыз. 30 минутта, 15 минутта аскабагымыз пісіп шығады. Осылайша біздің тағамыз дайын болды. Сочный болып, әдемі болып шығатыны сөзсіз. Өте керемет дәмді кешкі асқа дайындап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі видеода көріскенше.